Қайырлы күн, қымбатты әріптестер. Бүгінгі менің алып отырған тақырыбым физика пән тәжірибеге бағыттап оқыту. Мен педагогикалық ұстаным. Мұғалім мәңгі нұрдың қызметшісі. Ол барлық ой мен қиял әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұр құятын тынымсыз лаулаған жалын естіп, Каменский айтып кеткендей, осы мұғалімдік жолды таңдағанда ешқандай да өкінбеймін. Баланың жанына ізгі нұр құятын ұстаз болу бәрі адамның қолынан келмейді. Шәкірттің білімді болуы ұстазға байланысты. Мен осы Құдасбай Жаузия Балғабайқызы Қашаған Күжімов атындағы жалпы білім беретін мектептің физика пәні мұғалімі, еңбек өтілім 33 жыл, санатым педагог зерттеуші. Осы еңбек еткен жылдарының ішінде өзіме физика пәнін оқытудың кезінде әртүрлі шығармашылықтарға айналыстым. Пәнге, теорияға және білімге мән бере отырып, әрбір сабағымды жаңашылдықпен өткізуге тырысамын. Мысалы, қазіргі заман талабына сай, күннен күнге оқушының легіне сәйкес заманнан қалыспау үшін цифрлық платформалардың барлығын меңгеріп, өзіме сабағымды әртүрлі қылып өткізуге тырысамын. Осы тақырыпты алып отырған себебім, жұмысымның мақсаты оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын ояту, танымдық қабілетін қалыптастыру, шығармашылық жұмысқа баулу, ойлау қабілетін жетілдіру арқылы табиғи қабілеттер мен дарынды қасиеттерін ашу. Осы заман үлгісіне қарай жаңа айтып өткендей цифрлық платформалардың барлығын пайдаланамын деп айтуға болады. Мысалы, сабағымды топқа бөлу кездегінде кроссворд пайдаланып және цифрлық платформаларды қолданған кезде виртуалды пайдаланам көбіне, QGIS-ті, Хаходты пайдаланам және Padlet платформасын кері байланыс кезінде Padlet платформасын пайдаланам көбіне есептер шығару және физика пәні есептер шығарумен қатар теория болғандықтан теориялық білімдерді тексеру кезінде, тапсырмаға тексеру кездерінде, сабақты бекіту кезеңдерінде, ойын түрлерінде осы платформаларды пайдалануға болады. Ал виртуал платформасы көбіне сабақ сұраған кездерде әрбір оқушылардың тізімдеріне байланысты дөңгелек шығып тұрады, айналып. Ол да қызықты балаға. Және Padlet платформасында да мысалы штрих-код арқылы кері байланыстар жасауға болады. Енді сонымен қатар мен осы тақырыпты бүгінгі негізгі тақырыпқа келетін болатын болсақ, бұл жерде мен айтайын деп отырғаным физика пәнінде еске сақтау үшін практика жүзінде қолданған жақсы. Мысалы, барлық жұмыстарды, лабораториялық жұмыстар және практикалық жұмыстардың барлығын көзбен жасап, визуалды түрде жасауларын есте қалуына өте сабақтың пайдасы бар. Мысалы, 7-ші сыныптағы үстелдің ауданын есептеу, оқушылардың табанын есептеу, оқушылардың алақандарын есептеу деген сабақтардың барлығын оларды бірге сабақтың үстіне барлық оқушыны қамтуға тырысамын. Мысалы, бір бет қағаз алып, табанның астына жайып, олар жұмыстарды қызығушылықпен жасайды және олар өздері қорытынды шығаруға тырысады. Және барлығы дәптердің торкөз беттерін санай отырып, әрбір торкөз беттеріндегі миллиметр квадраттарды метр квадратқа айналдыру арқылы сабақта ең соңында формула қорыту арқылы аудандарды есептеп, өздері қорытынды шығарып, жеке өздерінің ой пікірлерін білдіре алады. Және сонымен қатар барлық зертханалық жұмыстардың кезінде бізде құрал жабдықтар жеткілікті дей тұрғанмен кейбір жұмыстарды қауіпсіз болу үшін, мысалы, қазіргі виртуалды зертханаларға қызықты, сонымен физика деген виртуалды зертхана сайтын пайдаланамын. Виртуалды зертхананың кезінде ол зертханада, мысалы, қатты заттардың тығыздықтарын анықтау деген жұмысты, математикалық маятник, серіппелі математикалық маятниктің немесе математикалық маятниктің, серіппелі маятниктің периодтарын анықтайтын лабораториялық жұмыстар өте қызықты. Оқушылар осы тақтаны қазір көрсетемін. Осы әдіс практикалық жұмыстар қалай тиімді? Мысалы, ізденуге, үйренуге, жаңашылдарға және оқушы өз бетінше білімін шыңдайды және оқушы өз бетінше жұмыс жасауға ыңғайлы болады. Мына жерде көріп отырғандай, бізде келіп отырған зертханалық жұмыстың электромагниттік сәулелердің қасиеттерін анықтайтын жұмыстарды жасау кезінде, мысалы, мына жерде 7-ші сыныптағы мензуркамен әртүрлі заттардың массын өлшеу немесе тығыздығын анықтайтын жұмыстар жасауға жасадық деп айтуға болады. Және тағы да
мына жерде құралдар менен электромагниттик толкундар немесе кәдімгі механикалык толкундардын таралуын көретін құралдарды пайдаланамыз. Барлық жұмысты жасап тұр құралдарымыз. Тәжірибелік сабақтар оқушыға не береді? Қандай да нақты өлшеуді үйренеді, есептеуді үйренеді, олар бақылайды, салыстырады, талдайды және қауіпсіздік ережелерін сақтау міндетті түрде қадағалаймыз. Және ең соңында қорытынды шығарып гипотеза құрады. Қандай теория мен практиканың бір-бірінің айырмашылығы неде? Есептеу нәтижесін теориямен тапқан кезде, немесе формуламен тапқан кезде, немесе практика жүзінде тапқан кезде заттардың тығыздықтарын анықтау болады. Мысалы, соларды салыстырады. Нақты дәл сол нәтиже алуға. Жаңа айтып өткендей физика виртуалды зертхана сайтына келетін болсақ, міне кіргенде әртүрлі жұмыстар көп. Мына жерде мысалы мына жерде заттардың тығыздығын анықтау, серіппенің көмегімен қатаңдықты анықтау, математикалық мәтіннің көмегімен еркін сөйлеу анықтау деген сияқты физикалық зертхана жұмыстар бар. Виртуалды түрде мысалы біреуіне тоқтала қояйық. Біреуіне тоқталған кезде бұл жерде қазір орысша және қазақша аудару қажет болатын болса, қазір ноутбуктың көмегімен көрсететін боламыз. Мына жерде кез келген мысалы денені апарып судың бастапқы және соңғы деңгейлерін анықтап, мензурканың көмегімен олардың көлемдерін анықтап, миллилитр болатын болса метркубқа айналдырып анықтап балалар жұмыс жасайды. Және сол денелерді мысалы кез келген қайсысы болса да мысалы таразыға анықтап, әртүрлі тастарға теңестіру арқылы өздерінің қажет болатын болса массын анықтап, қажет болатын болса көлемді анықтап, екеуінің формуласын тең орден бар м видео формула арқылы есептеп өзі нәтижесін алып алады. Ал мысалы қазақша қажет болатын болса айтеміз. Қазақша қажет болатын болса мысалы біздерге заттардың тығыздығын ноутбуктың көмегімен қазақшаға алуға болады, заттың тығыздығын анықтау деп міне әртүрлі нәтижелерін көрсетеді. Мысалы екінші жұмысқа келетін болсақ, серіппенің кермектігін анықтау деген сөз бұл жерде қатаңдықты білдіреді. Серіппенің қатаңдығын анықтау үшін де бұл жерде серіппенің бастапқы насығыштың көмегімен мысалы насығыштың көмегімен серіппенің бастапқы ұзындығын өлшеп, содан кейін денені ілгеннен кейінгі мысалы денені ілгеннен кейінгі өлшеп мысалы нәтижелерді алуға. X-ті осы арқылы бастапқы және соңғы нәтижелер арқылы анықтау болады. Және тағы да бұл жердегі массасын анықтау арқылы кез келген мысалға тек көрсетті, осылай жасау болады деп нақты қажет мәліметтерді осы жерден алып F-тен mg деген формуламен мысалы массын тауып, F-тен kx деген формуламен мысалы мына k-ны тауып, k қажет болатын болса F-ті x-қа бөлу арқылы мысалы мына жерден F-ті тауып mg-не осыны қатаңдыққа табу үшін x-қа бөлу арқылы қарай нәтижені алуға болады. Жалпы өте виртуалды зертханада балаларға өте пайдалы. Соны визуалды зертханалар, виртуалды зертхана барлығы практикалық жұмыстар оқушы үшін